Если идешь ушишь, что сама сказала. Енді ұлттық етегізді мұна көңді бастай. Ғабиттің енді үлкен бір енді бұлайша айтқанда юбилей дейді ғой қырысқа келгенде. Сондықтан да құрметті келгендерге барлықтарыңызды от келіңіздер деймін. Енді бөлімге келгенде енді мені тамада емесін соншама сіздерден ол баяғы мал жағымен жүрген адамыз, сондықтан да алты болса кешіресіздер. Шамамыз келгенше біз де сіздердің арқыларыңызда бәріміз жақсылап өткізейік осы мерекені. Сіздер қолда бағыттап, қолда қосқаныңыздар шын жүректен. Содан басқа ештеңе керек жоқ. Барлықтарыңызға рахмет. Ал енді мерекеміздің бірінші бірінші тілегім, бұнда енді анаңызды ол кісіге тілек берейік. Құрметті ауыл отырған әкімшіліктен келіп отыр осында, оқу бөлімінен келіп отыр, жергілікті коллектив келіп отыр, ағайын туыстары болып Ғабиттің 40 жылдығын міне өткізіп жатырсыздар. Сіздерге мың рахмет. Осындай той сіздерде де болсын деймін. Дендеріңіз сау болып, жақсылық көре берейік. Енді Ғабиттің өз басына оралсақ, Ғабит енді тұңғышым ғой енді. Тұңғыштың жүгі ауыр дейді, және барлық баладан өзгеше болып тұрады. Ол бастарыңызда бар ғой балалы адамдар. Сондықтан менің бір тіліме мынандай бір сөздер оралады. Әлі есімде алғашқы рет жүргенім, әлі есімде тәй-тәй басып жүргенім, әлі есімде көшіп айтып ұстау кесіп, әлі есімде үнді шай бергенім дейді. Енді құттықтаймын Ғабит, 40 жасқа келіп отырсың. Ары қарай жасай бер. Көп жасамай-ақ қой, атаң жасына кел демекпін. Бейнетсіз өткіз. Өнерің шыңдала берсін. Халқың дәріптей берсін сені. Халық арқасында өсе бер. Отбасың аман болсын. Туған-туысқандарың саған қарап өссін. Халықтың сыйлы бір азаматы бол. Денің сау болсын. Қажымас қайрат тілеймін өзіңе. Сондықтан бір ауыздағы да бір енді тілім оралады осы. Ақынның анасымын ғой. Ақын деген анадан туады дейді ғой. Ғабит Мүсірепов айтқан екен. Ақынды жазушыны оны біз тәрбиелеп, үгіттеп, ешқандай ақын жазушы жасай алмаймыз. Сол анадан туады. Табиғаттың оған берген сыйы да керек. Ендеше табиғаттың Ғабитқа берген сыйы ғой. Осы табиғат берген сыйды құрметтей біл, сыйлай біл, соны қадірлей біл демексің. Сондықтан мен Ғабитқа бір ауыз айтайын. Ғабитжан міне келіп қапсың 40-қа қосылдаған. Қынабынан шығаршы өлеңіңді жарқылдаған. Өнерің өрге басып өрдей берсін. Заманның тарлығына басылмаған. Енді келесі өзіңіз көріп қойып екеніңізді бастаймын. Бұл қайдан шығып жатыр десем Ғабитті. Жасау менде қайдан келді десем шешейде бар екен ау. Uyak geçen yok bununla.
Ол әкежанның өз әкежандары бар қазір. Маған кішкентай қояды. Рахмет. Енді бұлай музыкалық сәлем. Sonuçta da son önür bulunduğu yakınlarda, önür kompozitörlerde, enişlerde, kişilerde, çalışmalarda sonuçta sonunuzda hazırlatmışsınız böyle bizden tabi. Bugündeki bizim özümüzün aldığımızda, olusumuzda, Respublika'da ayrı vakit gelecek kamdaki yaş şirketlerimizden böyle. Şimdi Habib'de Habib ilanlarında de koş. Ben Habib'den de caz ekelim. Habib'den caz ekelim. Aslında Habib'de ilanlarımızda çaltıdan müdeki herkesin koyduğu, şaşırsın koyduğu, ben Mustafa'da bilmez geldik. Sonunda kırılmak da olsa, ötü olsa, ola taseşki. Ona bildiğim var da, Kıvramada bir kuzaletli vaktımızda. Soğuk kızımızın eki bugün olsa, Bağlıqlık tərbiyələyən, məktəbdə bölgə xizmət edən, pedagogik xizmətli cavablı жатқан adamın bәрі mündəki köprüdən gelir. Solda biz osunda gelir, sol yuqordaki Klaranın şişkesini yoğurum diye. Solda
болды. Сол музыканттың мәжілісімен ол келсе, қайтады 2 болады. Сол құжаттармен осы ғалымды ен алып қайтқан жоқта. Мінекей содан бері бүгінгі дейін мінекей өмір жатыр, өте жақсы. Расында да жолдаманы алған, тәжірибеден өткен жалпы мектебінен соның барлығы бүгінгі мінекей ақталып отыр деп ойлаймын. Сондықтан да ғалым халқым бүгінгі мінекей той құтты болсын. Бұл той жалғыз сенің тойың емес, жолдастар, туыстарың тойы, әке шешең тойы. Сондықтан да осы творчестволық өмірлерді жалғаса берсін. Әрбір еңбегінің жемісі болып, біздің еліміздің ең бір жақсы азаматы, жақын ақыны, ең жақсы ақын, жақсы сазгер болып әрбір өсе беруімізді тілектесіп білеміз. Осының барлығы бүгінгі әрбір ұрпаққа үлгі болып, соны жалғастыратын жастар деп ойлаймыз. Сол үлгі болып, сол сенің мінекей алда жасалған тәжірибең қалған жастарға әрқарай өнімі бола берсін дейміз. Сондықтан мінекей азаматтар сіздерге көп рахмат. Осылай коллективтен шыққан жас қызын ортада қолдап, бүгінгі күнде үлкен бір мейрамға айналдырғандарына. Мінекей қағида айналайын, өмір ұзақ болсын, денсаулық мықты болсын, осы жолдан таймай, өнеріңді әрқарай жалғастыра беріп, нұр үстіне нұр сарып келе берсін. Орынбасарды мәлімдеп айтылды. Алынды саясат жөнінде алынды қағидарамыздың 46 мерекесі баршамызға құтты болсын, қайырлы болсын. Анасы отыр, папасы отыр, көріс атапарыш бізде мұғалім болған, Мерет Жаутыр мектебінде оқыған, достар бұл сөзді білеміз кішкентай кезінен. Енді қағидамызға не деймін? Аспан ашық болсын, теңіз сау болсын. Осылай тек қана туысқан достарынан, жақындарынан айырылмасын деймін. Дастархан осылай мол болып, әрқашанда жасылға жайылсын. Артынан келе жатқан бүгін өнерлерін тамашаладық, көрдік. Өнерлі балаларда өзінің жолын басып келе жатыр деп айтуға болады. Сондықтан тек қана осы балалардың қызығын көрсін, қуанышына тоймасын, семьяда бақыт болсын тек қана. Енді тойға ұласа берсін, әрқашанда жақсылықпен кездесе берейік. Жаңағы байқадың ғой, перизатпен айтты, құралар кебелесті бар отағында, осында құраландардың бәрін жалтыда текен, жалтыда шыққанында сонда сөйледі. Құраларды берейікті, жалтыда olan киім емес, сондықтан да солай емес пе? Қалай қарайсыз? Жоқсың сүйіп. Міне кішкене, көңілдері қап орындары менің ойымша кішкене. Яғни тілекті бағыттаны алып қойыңыздар. Қағаттар айтады, ішпеген адамның ішігі ішінде жау. Алып қойыңыздар. Ішпеген адамның малы кетейін, алып қойыңыздар. Бағып қойыңыздар. Иә. Үміттен байланысмасайды да. Оған айтып соғатмын мерекеден кейін. Алып отырыңыздар. Қабықтың арасына барайық дегеннен қабықтың арасына бағарайық. Қабықтың арасына бағарайын опыр-топырлақтау, адеген дауып көріп, көзін жасап, көзет бақты осының кет қалды. Артынан таксимен қуып келесімен кезінде, алтын бір көп жесекші, давай, братан. Сен денауының деп айтып кетті, сол енді айға барған енді, ол есектің өзі айға барып, енді көрген естіген сөйлеге айтып берейін деп отыр деді. Естігенді айтамын деп болған, көргенді айтайын деп, адыр өте бастаған екен дейді. Олай кішкене айғаны, маған дем беріп отырыңыздар. Жай отырмай.
сондай лаванай. Әйелдері зорлық, еркек сатып аладай. Әйелдер түйдім жол жүріп, еркектер туар баланай. Сиырлар туған сегізден, өгіздер туған егізден, жайлаулар тамаша түн шығар екен өгізден. Өрімдері алмадай, алмалар шеректей, қауындары үйдей барсады дереу теректей. Қауындарын тойғанда қылышпен ишаладай, ояқ қалағым ойғанда зеңбірекпен жарадай, кеш батқанша егінен 3-4 орбаладай. Ұры бекер далбаса, адамдар маған нанбаса, ей қара көз милай, ай қой жедім қалбаса. Уыздарда ойым бар, кәдімгі шөпті салмаса, кеш батса жақсы көрмеймін, сандалып тебіз жүрмеймін, кәдімгі басып кетпесе кәріліктен өлмеймін. Сақылда тілім сақылда, алтыннан түлдір арқылда, жуан білекімде жоқ адамның көркі ақылда. Адамның қайман болуы бір адамның өзінен, кешіріңдер жұртшылық, артық кетпен көрімнен. Еще раз Назарбаев образованияның методист бөлімінде істейтін Мәриям Сармызовна сөз береді. Бүгінгі жиналған қауым құрама еді, тойларымыз құтты болсын. Елдігінен олар елдің баласы бірін-бір бақыт етпей, сол сияқты осы елдің жақсылығынан, мына педагогикалық ұжымның ел басшыларының жақсылығына, жақсы ниеттерінен деп ойлаймын. Осындай өз арасына шыққан дарынды ұстаз, ақылды ұстазды елге үлгі болып, осылай тойлап отырғандығы. Сондықтан сіздерге рахмет. Енді Ғабит Көкжалұлы туралы бағанадан бері жақсы айтылып жатыр. Бұл кісінің бұрын ақындық жағы, мына редакция жағында басқа жерлерде істеген жұмыс басым болса, осы мына таза педагогтық жұмысы әлі көп емес, педагогикалық стажы, бірақ сол аз уақыттың ішінде өзін көрсете білді деп ойлаймын. Енді мына осы өткен жылдан бері биылғы жыл мына үстіміздегі жыл Ғабит үшін жемісті деп айтуға болады. Өйткені бірнеше жаңағыдай үлкендері облыстық орындарға қатысты 6 кітапқа жуық біздің аудан бойынша 5 ұстаздың ең жақсы үлгілі деген 5 ұстаздың аты жазылды. Облыстық алтын кітапқа дарынды деген жас орыс қызы жұмыс жасайтын. Сонда енді осы мектеп ұжымының атынан барды, аудандық барлық аудан жұртшылығының атынан, педагогтардың атынан барды. Сондықтан енді ең бірінші Ғабит шәкірттеріне жақсы білім беріп, болашақта осы қызыл құрама топырағынан көптеген ақындар, жазушылар, енді өзі ақын болмаса да жаны ақын адамдар тәрбиелеп шығарады деп сенемін. Сондықтан енді отбасына, барлық жақын туыстарына, осы елге жақсылық деймін. Дендеріңіз сау болсын, аспандарыңыз ашық болсын. Осындай жақсы тойларды қызықты өткізіп жүргенмін. Şıbatılgan göz almay, kız şolun
сіздерді ойламаңыздар, сіздер білетін адамдар көп. Сондықтан да керек деген мұншылар молдалар айтады ғой. Керек деген мұншылар айтса да айтпай үшін біраз сауап болады деп адамдар. Сондықтан да керек деген көп. Күндерін сауап қойса, сөз жетпей болса, ренж болмасы барлықтарында іштей ақ жүректі, іштей өздеріңізге болсаңыз, оның бәрі одан артық сауап болады деп ойлаймын. Ал енді бір мына енді Зәкжан жеңгеміздің жағынан бір адамға бір тілек сөз берейік деп отырмыз. Бұның бәрі өздеріңіз білесіз, ақын деген ақын болады. Ақын болғаннан кейін ол өзі жалғыз тұлпар секілді болады. Аса-ат секілді, бәйгеге шалатын тұлпар секілді болады. Ал сол атты баптайтын бір бапкер болады. Солай емес пе? Енді ол ғабитті өзіміз білеміз, ол мінезі былай кішкене не секілді, ауа райы секілді бұзылып тұрады. Иә, бірде жауын болып, бірде не болып тұрады. Солай емес пе? Оны баптап, бір алыпқа салып, өздері Зәкжанды білесіз, салмақтарын нетін отыратын, солай баптап отыратын Зәкжанымыз бар. Сол енді Зәкжан жағынан мына кім, иә, Зәкжанның апасына сөз берейік. Кылар апамыз бар. Ал. Құрметті ағайындар, өзінің кәліптер мұғалімдер, барлықтарыңызға отырған үшін бүгінгі осылық кешіне және туған күнінің 40-қа толуына байланысты бастарыңыз қосылып бір мәжіліс құрып отырсыздар. Осы мәжілістердің қайырлы болсын. Мен ғабит Құдай бір Құдайға сүйенбейді, Құдай деп айтамыз, Құдайдың көмегі, бір Алла көмектесін дейміз, дені сау болсын. Өмір жасы ұзақ болсын, жасына жас болсын, бала шағасы болсын, ұғын көріп. Ендігі қалған уақытта өзінің творчестволық еңбегі жана берсін. Таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін, Алла тағалам бақ берсін. Осы үш баласының қызығын көріп, соны қызықтай Зәкиямен Ғабит екеуі бірге жасап, бірге кәртайы ойлапсың. Ғабит, мен саған айтамын, енді міне 40-қа толсаң жүзбеген. Құдайдан тілесін. Деніңді саулық, ең біріншісі денсаулық дейін, Құдай деніңді саулық қойсын. Осындай кештерін бола берсін, жолдастарын құрметтеп, осындай барлықтар қарсы ала берсін. Осыған рахметіне барлық келші келіп, сені мараттап, сені құрметтеп, барлықтарына бүгін мәз болып отыр. Өз түгіл осы келіп отқан ағайындардың бәріне денсаулық тілеймін. Менден саулық, осындай қызыққан сіздерді айырмасын, барлықтарында осындай жақсы қызыққа бақытта кенеле беріңдер. Домбыра бұлметті олады. Бұл болса болады. Өзі арнайы заказ беріп алдыға қайырым. Осы домбыраны жасатып, рахмет. Өнерді түскен ғой. Әбіт, бір сұрақ қалды. Бері көлеңе дейін шалқалансыздан мен бері көлеңе дейін Кәдімгідей окопта екі адам. Біреуі өздер, біреуі базар. Негіздер әметтен атакаға келе жатыр. Содан кейін мұн жақтан командаға вперед базар қода келді. Қазағын автоматын ұстап, окоптан секіріп шығады екен. Отан үшін деп жүгірген бетте дәл жамбасына оқ тиеді. Оқ тиген бетінде окоптың түбіне тас етіп қойды. Олағанда окоптың түбінде өздері дейді. Ей, сада, отан дейтін айымдың ғана көтанынан деп айтады. Алып қойыңдар. Сауатан, біздерде патриотикалық түйіспорымыз опитованиеті бар. Осында Урал қазақтың гимнін білетін адамдар бар ма? Қол көтеріңіздер. Қайсыңдарыңыз білесіз? Білесіздер ме? Кім
келеді, басының аяғына дейді. Мысалы, еврейлер болсақ, телевизор қарасаңыздар, олардың ұрандары телевизорда мелодия ойнай болса, еврейлердің бәрі тұрып, бірге айтып тұрады. Американцдар да солай. Бұл қазақтар өзіміз иә, кішкене кеңес отырамыз да, сондай бір патриотик түсінікті. Сондықтан да әлі дейін сіздер педагогтар сондықтан да мына патриотиканы түсінікті олардың барлығы. Мектепте жүргенде кішкене ең қазақпын деп кішкене дамытсаңыз да қазақтың балалары одан ары қарай оны ала кетеді. Өздеріңіз айтыңыз. Өздеріңіз айтыңыз. Сонда біздің артымызда жүрген ұрпақтар көріп, соның бәрі қолдайды, қолдайды. Солай емес пе? Сондықтан да бір ауызға айтып тастайық сондай патриотика өлеңді бәріміз қосылып жүресіздер ол бәрі. Ойрат, алаш. Менің елім Қазақстан деген әнді үлкен кісілер білетін шығар олар. Патриотиканың әнін бір айтып тастайықшы. Олар деген адам құрабайды. Келдік пе? Ал, мен бастайын. Алтын күн аспаны, алтыннан даласы, думанды бастаған дала қарашы. Аныкем жерден шықты ғой, дәнегі ергеден қазағым мықты ғой. Менің елім, күн болып, егілімім, жарым болып, өрлем елім, туған жерім менің Қазақстаным. Бағырамыз, менің елім, күн болып, егілімім, жарым болып, өрлем елім, туған жерім менің Қазақстаным. Туғаса бала, барлықтарыңды, айқамай жетті, барлықтарыңды. Туғаса бала, барлықтарыңды. Барлығы жоқ, қолдың жүрі бар ма? Ол біз Карагвай, Уругвай, Илманы, көтерін жүрі бар. Сондықтан да осы өзіміздің сол ракетімізді көздерді. Құйып отырыңыздар, алдарыңыздар жақтар. Ал қалай, рахмет. Сіздер біздің баламызды құрметтеп, творчестволық, яғни әдеби шығармашылығына беріп жатырсыздар, және құрылғасқа толуына байланысты келіп құрметтеп атқандарыңызға көп рахмет. Қазір айтады ғой, көз жолынан құр бөлек, талай жақсы сөздер айтып кетті, сондықтан кішкене өзімді өзім айта алмай тұрмын. Сіздер менен бұрынғы сөйлегендер дұрыс айттыңыздар, оған көп рахметті айтамын. Енді көп жақсы сөздер айтылды, бәріне рахмет. Баяғы айта берсе, мен енді біраз айтып едім. Бұл енді Ғабиттің қалай Ғабиттің аты қойылған, қазақ тегін ат қоймайды ғой. Мына мысалы, жүктің өзінде ауысып, не бөлмекер қойылды. Сол сияқты мынау Ғабиттің бұрын ағалары бар. Сәбит, Ғабит деген, соған ұқсас қойды. Бұл және Ғабит біздің немереміздің үлкені. Өйткені біздің әкеміз бес ағайын болған, содан ол үлкені, соның үлкенінен туған мен үлкенмін. Менің өзім алыстан асқанмын. Соған байланысты мысалы Ғабиттер қойып сөйлеміз сол. Енді екінші бір сұрақ бар. Мысалы, мынау Ғабиттің қалай мысалы ақындық өнері болған. Мысалы, менің әкем Сапар әнші ақын болған адам. Бірақ ақындықты қойып, кейіннен әнші қарайтты, себебі әрай жүргенде қазақи ой, түндікті ақын беріп, ері шығып кетті. Сосын айтты, сен әніңді айт, шығармашылығын айтып береді. Жаңадағы қазір айтады, үйдің ағашы, баланың ағашы дейді.
Мынау шешесі айтты жаңа. Мамасының мамасы өлең шығарған. Шешесінің өзі де құржай емес. Кезінде мектепте оқып жүргенде қабырға газеттерінде өлең жазған адам. Сол себептен не болуы мүмкін деп ойлаймын енді. Енді мұның өлең жазғаны өзі айтты ғой. Мынау 70 класстың маңында күнделікті жазып отырғанда көрдім, не істеп десем, мен өлең жазып отырмын деп, сосын айтпай, таңертең сабаққа барасың, сосын қалған ертең жазып, өзі деп сөйдеді. Содан мен мынау редакция жүргенде бір ойымда қалыпты, менің былай деген өлең шықты газетте. Ғашық болдық бәріміз деп, кезінде пақырыңда, ақырында есіңде, ай шырағым жасырмашы, маған деген махаббатың от шашатын көзіңді деп. Сосын мен мамасына айттым, осы редакцияда қыздар болу керек қой, әйтпесе Ғабитовна өлең жазбау керек деп. Міне осылай, рахмет. Енді одан кейін үшін бір мәселе, мысалы саяқ туралы әртүрлі пікір айтылып отыр осында. Ал енді шындығына келгенде саяқтың бұрынғы әке-шешесі Закира мен Ғабит, қазіргі әке-шешесі Гүлзапра мен Көбдесар. Енді оның мынадай жағдай бар. Ол туды 80 жыл туған, 31 январда. Енді онда жасырып алуға болушы еді, бірақ мен жасырғам жоқ. Ғабиттің артында жүрген өзі ерген бала жүре берсін. Одан кейінде былтырлар жаздырдым. 3000 теңге ақша беріп, радиоактивтерге рахмет, Сарбұлаға көмектесті. Қалайда мен сұрап беріп бәрін етіп, қазір оның фамилиясы Сапар Саяқ Көбдесарұлы, шешесі Көбдесар, шешесі Күзапран, әкесі Көбдесар деп сондай. Сосын әлгі Сүзелскейде жазылған Сапар Саяқ Көбдесар іштепті. Мен айтам, анау жазылған ғой. Қаласы қарабас күлсе, аналар неге жазып жүрген деп айтам. Ал енді орта келгенде көп рахмет, Алла риза болсын. Сіздерге, сіздерде осындай қызық, бізде бүгін болған қызық, сіздердің ертең сіздерде де болсын. Ең аспарында заман болайық. Жаңа тілектер барында жалып қойыңыздар. Бәрі өмір қоям айтты сол. Аллаға тілегіңізге рахмет. Менде де бір сұрақ мұғалімсіз, ұстазсыз, биолог қой, не биолог? Мына тұрғыдан Басын қасиеттері мен сияқты. Имамада аңда жүзеден уақытты қағаныздың ғұрып қозбайда қойыңыз жағын. Ешті ғұрып қой. Үшінші, жақсы. Шешеміз ғұрды. Mama,
Екі адамға қызға сөйлейді. Ал, су болса шығасың. Иә. Қасиетпен серік. Иә. Бар асқала. Балықтардың ортаға шығыңдар, рақпап бір сөз баспай. Келіңдер. Главный ветврач совхоза Балтийский, қазір главный гинеколог болып келді. Так что, алып ойлап, жиырма керек қалын еді ғой. Қалайны құрметті ағайын туысқандар, бүгін міне осы құрама шаңырағына келіп отырмыз. Міне енді қалай айтсам, Ғабит деген маған енді жинаған болады. Жинаған болған себебі құрдас болғанда менен 78 күн үлкен. Екеуміз кішкентай кезіміз екеуміз бір ағаның ақ сүтін дәмекеміз. Енді қалай айтамыз сіздерге. Бүгін міне Ғабит ағам қырыққа келіп мерейтойын өткізіп жатыр. Бүгін міне асып жатырмын, қалай айтады өзі. Жаңа осы ауылда айтылған тілектер тәтем кезде сіздердің құрметті ағайындар айтқан қабыл болсын деймін. Ғарықта дейтінен денсаулығы зор болып, Сәкира жеңгем екеуінің махаббаттары өмірде қол өшпей, шаңырақтағы мықты болып, қуаныштағы тоймасын деп, қуанышқа қылы берсін оларға деп. Ғабит ағам енді міне қырыққа толып отыр, қырыққа қарауға барсын деймін. Не заработал еще, наверное? 80 болды. Обижает? Енді бәрі жақсы болсын деймін, егеменді Қазақстанымызды көре берсін деймін. Аспан ашық болсын, бейбітшілік болсын. Осына заманның мынандай жағдайына келіп отырған қиыншылыққа шыдап деген көпшіліктің көрген ұлы тойы болады арасында. Соғысын сен. Етек. Соғысына қылыңыздар мұхаббаттағын. Ал енді құрметті қалай бәрі жақсы сөздер айтылып отыр. Айтқанда негізі жақсы ағасына кім жамандық тілейді дейді. Бәрі ағасына жақсы тілейді. Енді кімде ақын ағасы бар деп енді ішінде мақтай алмайды. Мен мысалы мен айта аламын мысалы. Мысалы, Ғабит ақын адам бар. Ақын ағам бар дейді. Ал енді міне бәрі айтылған сөздерге қосылып отырып, міне мұғалімдарымыз айтты, жездем, тәтем айтты бәрін. Міне ағам айтып кетті. Ал бәрі жақсылық үшін той тойға ұласын деп бәрі енді ал бұрын үйреніп қалған қызыл құрама деп ата береді, енді Баскөл деп қазір атап отыр. Енді құрама болсын, Баскөл болсын, енді біз өскен көріп жүрген Май ауданы негізі ол жаңғызған Жалтыр мен құраманың ғана мысалы ақыны ғана емес, бұл Май ауданының Қазақстанға міне айтыстарға не қатысыр, міне облыс алдында жазып отыр. Бәріне оған бізге де қуаныш, сіздерге де қуаныш. Ол біздің ауданнан шыққан бір ақын деп бәріміз де қуанамыз. Ал енді міне асыл жас болып, жақсылық болсын бәріне. Ол бәрі болса отырғаны, отбасына бәріне жақсылық тілейік. Ана Ғабит ағамның үш құшандай енді ұлым ұяға, қызым қияға деп отырғызып жеткізсін, соған бәріне осы отырғандар бәрі куәгер болып. Ал енді міне мына Қасен ағам бір өлең айтамын дейді мынау. Негізі әншіге алып отыр негізі. Бетврачтар мына әндетіп дейді, мал сояды дейді негізі. Хирургический вмешательство дейді негізі. Сол сияқты бір охотниктен сұрапты ғой негізі. Бағана анекдоттан деп мына әнлер бастады, сол анекдоттан айтып отырмын. Охотниктен сұрапты, соң кейін бір стрельбищеде, әскерге барғанда. Соң кейін анау жас баладан сұрайды дейді. Бұрын охотник боласың, енді охотниктің ұясынан шыққансың сен енді. Как ты любишь стрелять деп еді.
Он айтты сразу, Лёша, почему? Потому что никуда не падаешь ты. Сол сияқты, бля. Мына айтқанша болған жоқ, қасен ағам отыра қалса. Ал енді, бля, да, вот, есть инстанции, которые могут посадить, но самому садиться неприлично. Ал енді, бля, біз енді, компания болса, бір өлім, енді ағама жағдай етегенбіз, міне, келіншегім тұр, жеңгем тұр. Міне, вот это бірдеме айтамын. Ақырымен қойсам. Өлім айтамын дейсің. Мен кейбір кезде орысша қойылған. Бәрін қосып. Жанымға келген жігіттерге алып отырыңдар. Жанымдан тумайтын отыр, солай. Ал, қол соғып отырыңдар, барлықтар. Білем деген адамды айтып отырыңдар. Өте популярный, я? Вас приветствует портовый город Мурама. Перед вами выступает вокальный инструментальный ансамбль скрипучей гитары. В исполнении ансамбля скрипучей гитары для вас звучит популярная песня «Сарай». Сарай, ты мой сарай, сарай, ща-ща мы с тобой сарай. Сарай, ты мой сарай, сарай, ща-ща мы с тобой сарай. Қадірлі көрермендер, сіздердің назарыңызда шытырлап гитара ансамблінің мүшелері өнер көрсетуде. Ансамбльдің орындауында «Сарай» деген ән шырқалады. Сарай, ты мой сарай, сарай, ща-ща мы с тобой сарай. Сарай, ты мой сарай, сарай, ща-ща мы с тобой сарай. Дорогие друзья и гости нашей столицы, судя по вашим аплодисментам, эта песня вам очень понравилась. Ансамбль скрипучей гитары для вас еще раз повторяю эту песню. Итак, «Сарай». Сарай, ты мой сарай, сарай, ща-ща мы с тобой сарай. Сарай, ты мой сарай, сарай, ща-ща мы с тобой сарай. Қадірлі көрермендер, сіздердің қолдауыңыздан қарау бойынша бұл ән сіздерге өте ұнаған секілді. Сондықтан бұл әнді ансамбль мүшелері қайтадан қайталауға мәжбүр болып отыр. Сарай, ты мой сарай, сарай, ща-ща мы с тобой сарай. Сарай, ты мой сарай, сарай, ща-ща мы с тобой сарай. Дорогие друзья и гости нашей столицы, вас приветствует портовый город Винковка.
як я живу. Ансамбль скрипучей гитары с вами прощается и на прощание дарит песню «Сарай». Сарай, ты мой сарай, сарай, шар-шары биталарым сарай. Қазіргі күнінде шыдырлап гитара ансамблі мүшелершілеріне қорқатады, қорқар арасында сарай деген ән шырқалады. Сарай, ты мой сарай, сарай, шар-шары биталарым сарай. Сарай, ты мой сарай, сарай, шар-шары биталарым сарай. Çok rəhmət. Çok rəhmət. Ya. Принято группы на нас. Арчибаловлардың Николаевна. Жүрген ағамыз айтады дейді. Қай жұмысқа кеткен 40 жылдығында. 2 жастың біріне келмей жатып немене той деп айтады дейді. Мен айтам енді 50-ге кім келеді, кім келмейді, кім көреді, кім көрмейді дегенде енді если позволяет условия, можно. Солай емес пе?
жаман отырған жоқ сияқтымыз. Енді биге шақырам, Дос Мұқасан орындаған кезіндегі Құда шәні. Айтпағанда атаңның басында айтасың ба деген бір сөз бар ғой. Қазақтың сөзі. Сәуле. Ағылшын тілінде айтылған. Қайдасың, Дос Мұқасан? Hayır.
Там уже двоих. Призыв, причем на призыв, бесплатно.
Bravo, Can. Başka informasyonlar gerek var. Dersini Onu Yermak'tan gelip zaten. Mağan haber vergeni saat 4 dedi. Yermak'tan 8'de çıkıp 10 canımda geldim. 4 kişi dem olayım da biraz sattım. Ben bunda 10 erkek olsun bilseydim erkek gerek var. Erkek baksızdan. Böyle abim degen buna anası, anası. Bir kez benim okuşum olgan. Ben жаңа üniversitede bitip kelgendeydi, okuşum edim. Сол okuşumun balasını tağı da okudum. Onun okuşumun balasını tağı da okudum. Еңбегімді мынадар ақтап, бүгінгі тойына шақырып отырмын. Бұл тойына рахмет Ғабит шақырғанына. Ал енді сіздермен амандасып айтармайсыздар ма? Мен жазғы мектебінің мұғалімімін. Мына кісілермен бірге істедім. Болат Хасенович директорымыз болды. Көп жылдай бұл бірге істедік. Жақсы қарым-қатынаста болдық. Мына отырған жаңағы мынау оқушымыз Бәтесті күнгендегі оқушым, мектепте өте жақсы оқыған, алдың қатарлы оқушымның бірі болатын. Қазіргі жақсы шығар енді, мен көп уақыт болды бұларды көрмегелі. Енді барлықтарына да сондай жақсылық тілеймін. Ал Ғабитжан, сенің мерейтойың құтты болсын. Сенің мерейтойың болғаннан кейін оқушының баласының баласы болғаннан кейін келіп отырмын. Сонау жақтан алыс жер ғой бала, білесіңдер ғой енді. Маған жетіп оңайға кеткен жоқ. Павлодарға шейін бір балаға келді, Павлодардан бері екінші балаға алып келді. Міне сағат 4-те ертеге келе жатырмыз деп өзімізше машина келе жатыр, жолда кісілер айтты. Тағып жатыр деді. Жаны сасып қалды енді. Ештеңе етпес енді. Ұлыстың мұндай мерейтойында әртүрлі жағдай бола береді. Ал Ғабитжан, тойың құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, беделің арта берсін, қанатың талмасын, мерейің үстем болсын, қашанда болсын, сапарға шыққанда ол сапарың оң болсын. Өмірің өрісті болсын, демің сау болсын, көңілің көтеріңкі болсын. Заманың шатты болсын, тапқаның тәтті болсын. Ол қызың бақытты болсын. Өсіп қалған шығар балаларың. Ол қызың бақытты болсын. Ата-ананың қуанышы бол, беделі бол. Әлде осы өмір жасың ұзақ бол, денсаулығың күшті болсын қалқам. Не айтайын енді өзім, жолдан келіп сөзімді
Hala aman bol. Başka emniyete, sender de aman bolunlar. Zamanların şartısı olsun. Televizyonlardan kağıt tutsun. Aman bolunlar kayda girsenler de. 35 şartçanlar dumanların günlük kurduğu basa versin. Aman bolunlar dedi. Annem. Kuda abim. Aliye bana sakın aman da Елбасыда әуезовтің 100 жылдығында конференцияда болдым, облыстық. Сонда айтты, Мұхтар Әуезов деп отқан Найзаға деген сіздегі мұғалім елбасыда соғысты кездесу өткізіп оқушылармен көрген кезде. Мен енді басқа мектепте болдым, бұл кісіні көремін, сонда да болса оқыған жерімді айланым ғой. Ол кісі менің ұстазым ғой, ол кісі Найза Маденова ғой, маған сабақ берген ғой деп. Бағана концертті айттым ғой енді бокс туралы. Енді боксының ықпалы зор, маған тигізген жалғыз мен емес, шәкірттері көп көрді. Бокстың да ғұмыр жасы ұзақ болсын, немерелердің, балалардың енді шөберелі болып жатқан сияқты. Бақытты адам бокс негізі. Сол бақытты бақыттан бақытына жете берсін бокстан. Енді мына жігіттер, мына өздеріңіз әлішерге бір китап көресің.